Не үшін келдіңіз апай деді. Мен төсін түсірейін деп едім деді. Түсірді екеуі қыздар. Енді өтініш айтқасын. Екі төсіңіз де таза деді. Неге келдіңіз деді. Сосын алдында түскен результатында келіп екеуі салыстырғанда олар шок болды. Менен бұрын. Не іштіңіз деді. Мен с гордостью Marina Health компаниясын бардым іштім деді. Это больше, чем лекарство. 5 айдың ішінде мен айттым. И сосын тағы да өтеді ғой, тағы скрининг болмай маршрутқа өткенде, мені мына сол жақ бүйрегімде тас бар деген, сол тасың өссе енді жыл операцияға кетесіз деген. Соны барып, осы бүйрегімдегі тасты көрейінші деп қыздарға түсірші десем, түсірді, қыздар ешқандай тас көріп тұрған жоқ дейді. Дұрыстап түсір деймін ғой жаңағы, былай да, апай, ешқандай да тас жоқ, шамалы ғана құм бар деді. Соған қарағанда бұл спирулина тасты да езеді екен. Өте тас барда қорықпаңдар, операцияға асықпаңдар. Мені былайша үкімет дейміз ғой енді. Екінші группа инвалидке мен наследственный көзбен зрениемен екінші группа инвалидке шығарған. Мен екінші группа инвалид былайша қарағанда. Енді былай қарасаң, куча болезнь, біз деген баланы туамыз, өзімізге қарамаймыз, бала қараймыз, үйге қараймыз, өзімізге қарамаймыз, действительно аналар. Біз бірақ сөйтіп ауруларды жинай береміз бойымызға. Сонымен екінші группа инвалидіз көзбен шығарғанда мен тамшысыз жүре алмайтын тұғым. Шамалы не алсам, мен тамшыларым етіп тізіліп тұратын, кезек тамызатын, тамшыларым столдың үстінде тұратын. Сіздерге өтірік маған шын қайтадан, мен тамшыларым бәрін қайықта алған білмеймін. Аллаға мың қата шүкір. Арман Тосқарбаев балама алғысым шексіз. Жатсам да, тұрсам да өмір тілеймін. Осы баламыз Қазақстанға, қазақ елім емделсін, жақсарсын деп осы баламыз 2 жыл жүріп жапондықтардан осыны сұрап әкелмегенде қанша қазір деген біз тіркелгенде адам аз тұғын, кішкентай ғана офистағы өтетін осындай пәтер етсеңіз, қазір деген мінекей сыймай жатыр уже адамдар. Аллаға мың қата сол осылардың